Сәлем құрметті жаңа дауа арнасының көрермендері. Бүгінгі видеомызда біз пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруға ем екендігі жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты өткізіп алмаңыз. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естідіңіз бе? Егер сізге бұл тақырып таңсық болса, видеомызды соңына дейін қарауыңызды сұраймыз. Құрметті көрермен, каналымызды осы айдың аяғына дейін 500 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналға жазылуды, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз бізді жаңа әрі пайдалы видеоларды шығаруға одан сайын шабыттандырады. Пияздың қабығы Е, В, С дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады, әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Иммунитетті нығайтады, рак ауруымен күреседі, ағзаны шлактан тазалайды, аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басып қуаттандырады, ағзаны құрттан арылтады, ішек жолдарын реттейді, асқазанның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді және терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Пияз қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымын реттейді, варикоз, геморрой және басқа да аурулардан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырынан, тері ауруларын, қабыршықтанудан, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшық еттерді, ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттырады. Пияздың қабығы қалай дайындалады? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішіңіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішіңіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырлары тазалана бастайды. Құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Бұл мені одан сайын пайдалы ақпарат жасауға шабыттандырады.